Абай Құнанбаевтың 15-ші қара сөзі. Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің менің білуімше бір белгілі парқын көрдім деп 15-ші қара сөзі осылай басталады. Осы қара сөзінде Абай Құнанбаев осы адамға дүниеге келгенде барлық істер, барлық заттар оған қызық болып көрінеді. Сөйтіп жүріп өмірінде бір мезгілінде ең қызықты іспен айналысып, сол істі іздеген кезі жадында ең жақсы өмір, ең жақсы уақыты жадына қалады екен. Көбінесе ең қызықты іс пен нәрсені іздейтін кезі ол жастық шақ. Сол жас шағында көбі құмарлыққа, итқор айналысып кетуі мүмкін. Пайдасыз ба, баянсыз ба, қандай іс болсын, бәрібір қызықты іс болса болды. Сөйтіп келешегінде осы кезеңде мен осылай жасадым ғой деп өкінбейді. Себебі олар сол кезде қызықты іспен айналыстым деп өздерінің жадында сақталып қалады. Сосын Абай Құнанбаев сөзінің соңында айтады: аптасына кем дегенде бір рет, не болмаса айына бір рет өздеріңе есеп беріп тұрыңдар. Қандай іспен айналысып жатырмын, не істеп жатырмын деген өздеріңе сұрақ қойып, өздеріңе есеп беріңдер. Себебі өздеріңе бұл келгенде пайдалы және неге қандай жетістікке жеткендеріңді біліп отырасыңдар дейді. Сонымен қатар өзіңе осындай қандай есеп беріп отырасың, өміріңнің қалай өтіп жатқанын көресің және біліп тұрасың, және өзіңді қалай дамыту керек екенін білесің деген ойда деп түсініп жатырмын.